Сәлеметсіңдер ме, құрметті оқушылар, әдебиеттік оқу сабағымызды бастаймыз. Сабағымыздың тақырыбы табиғат сипаты. 53-ші сабақ, 3-ші тоқсан. Сабақ мақсаты: мәтіндегі негізгі ойды анықтаймын, шығармашылық жұмыстар жасаймын. Сәйкестендір. Бірінші тапсырма: мұғалімнің көмегімен табиғат құбылысын сипаттайтын сөздерді сәйкестендіріңдер. Мысалы: ашық аспан, уілдеген жел, алай-түлей боран, сақылдаған аяз, шатыр-шұтыр найзағай, түнерген аспан, жапалақ қар, нөсерлеткен жаңбыр, бет қаратпайтын жел, ақ түнек боран, аспан айналып жерге түскендей. Екінші тапсырма: өзің де далаға қарап, табиғаттың бір бөлшегін сипаттап айт. Дала тып-тыныш, айнала аппақ қар. Ақ-ұлпа қар жамылған ағаштар, үйлер көздің жауын алады. Бірі шанамен сырғанап, бірі аққала жасап, бірі қар атысып ойнаған балалардың көңілді жүздерімен дауыстары ерекше көңіл күй сыйлайды. Қастек Баянбай, ақын. 1936 жылы Алматы облысы Алакөл ауданы Талдыбұлақ жерінде дүниеге келген. Ақын өлеңдерінде балалар өміріндегі оқиғаларды қызық та түсінікті тілмен баяндайды. Араша, Ақшағала, Құс сүті, балаларға базарлық, тағы басқа кітаптары бар. Түсініп оқы, не жауып тұр? Өлеңін тыңдаймыз балалар. Қоюланып қара бұлт, төкті көктем жаңбыры. Шыға алмай далаға, отыр елдің барлығы. Нан жауып тұр, нан жауып, деді көкем көңілді. Көзі соған таң қалып, отырғандай көрінді. Сүт жауып тұр, сүт жауып, деді апам қуанып. Тегін аққа жұрт қарық, болатындай бір ауық. Нұр жауып тұр, нұр жауып, деді әпкем жымиып. Қолда ұршығы зыр қағып, отырған жіп иіріп. Осы сәтте өз сөзін көкем қайта жалғады. Шаш етектен өссе егін, сол ғой нанның жауғаны. Апам сонда емес пе, ойлайтыны мал қамы. Сиыр тояр көк өссе, сол ғой сүттің жауғаны. Шешіп ойын жұмбақша, әпкем тағы сайрады. Қырды қызыл гүл жапса, сол ғой нұрдың жауғаны. Сөзді бөлмей тыңдадық, шуламадық, күлмедік. Сыртта жаңбыр тұр жауып, елге нан, сүт, нұр болып. Қастек Баянбай. Балалар, енді келесі тапсырма. Түсіндірме сөздіктерге назар аударайық. Бір ауық, бір мезгіл, шаш етектен мол, қысапсыз, есепсіз, орасан көп деген мағынада қолданылған. Аққа қарық болу, сүт өнімдерінің мол болуы мағынасында қолданылған. Яғни ақ өнімдерінің мол болуын аққа қарық болу мағынасында қолданылған. Ал балалар, енді өлеңді мұқият тыңдасақ, енді мағынасын түсіндіріп берейін. Бұл өлеңде аспанды қоюланып қара бұлт жапты дейді. Сөйтіп көктемнің жаңбыры басталды. Жұрттың барлығы далаға шыға алмай отырып қалды. Сол кезде көкем қуанып, нан жауып тұр деді. Ал апамыз болса, сүт жауып тұр, сүт жауып деді. Ал әпкем болса, нұр жауып деп қуанды. Осы жұмбақтың жауабын көкем ары қарай жалғастырды. Нан жауып тұр дегені, яғни көп жаңбыр жауатын болса, егін де көп болады деген екен. Ал апамның сүт жауып тұр дегені, жаңбыр жауғанда шөп көп өседі, сол шөпті сиыр жесе, көп сүт мол береді, яғни аққа қарық болады деген мағынада қолданылған. Ал әпкемнің нұр жауып дегені, балалар орманда, бау-бақшада қызыл гүлдерге толады. Міне соның өзі нұр жауып тұр дегені. Не балалар, көрдіңіздер ме? Табиғат құбылыстарының бірі жаңбырдың да адамға келтірер пайдасы өте мол екен. Жаңбыр жауған кезде балалар, жер жаңарады, және де егініміз бітік шыға бастайды. Сонымен қатар ауада тазарып қалады. Жаңбыр жауғаннан соң артынша күн шыға келсе, балалар, бәріміз белгілі, кемпір қосақ шығады. Көрдіңдер ме? Табиғаттың тылсым ғажайыбы сондай керемет екен. Үшінші тапсырма, балалар, орындайық. Отбасы мүшелері жаңбырдан қандай жақсылық күткен еді? Отбасы мүшелері жаңбырдан егіннің көп және үлкен болу өсуін, көктің көп болуын, гүлдердің жайқалып, құлпырып өсуін күтті, иә?
Төртінші тапсырма дәлелде табиғат құбылыстары мен адамның өмірі қалай байланысады? Жаңбырдан басқа табиғат құбылыстарының адамзат тіршілігі үшін қардың да пайдасы бар. Қар қалың жауса, ауа тазарады, жердің ылғалы көп болады, егін шыққанда көп мол өнім береді. Бесінші тапсырма жаңбыр тамшыларындағы сөздерді көп нүктенің орнына қойып, өлеңді толықтырып оқимыз. Көбірек, төңірек, тезірек, бұлманға, бұлданба, жиналмай, қырманда сөздерін көп нүктенің орнына қойып, өлеңді мұқият оқимыз балалар. Көктем бұлтты көңілді, қуантады өңірді, балалар да қарсы алар, бұлай ән салар. Жау жаңбыр көбірек, гүлге орансын төңірек, шалғын өссін жайқалып, егін өссін тезірек. Біздің жаққа жиі кеп, әлсін құйып өт. Қазір егер көп жаусаң, жердің берер сыйы көп. Күзде болса күн бұлттау, маңай тартар сұрғылттау. Балалар да көңілсіз, тілек айтар тек үнсіз. Жаума жаңбыр бұлманға, жауамын деп бұлданба. Егін жатыр жиналмай, бидай ашық қырманда. Несіпбек Айтұлы 1950 жылы Шығыс Түркістанның Тарбағатай аймағында дүниеге келген. Ақын, мемлекеттік сыйлықтың лауреаты, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері. Еңбек жолын Шұбартау аудандық Жаңа өмір газетінде бастайды. 1974 жылы Қазақ мемлекеттік университетінің журналистика факультетін бітірген. Балалық жүректегі жаңғырықтар, әке туралы сыр, бас сүйектері, жасынның сынығы, найзағай өлеңдері бар. Балалар жаңбырға неліктен әртүрлі өтініш айтты? Балалар жаңбырға екі өтініш айтыпты. Яғни көктемде біздің маңға көп жауа ғой деді. Сенің арқаңда егініміз бітік шықсын дегені. Ал күзде балалар көңіл күйі жоқ, жаңбыр бұл маңға жаума дейді. Себебі бұлданба дейді, сен қатты бұлданба дейді, біздің әлі де егініміз жиналған жоқ, бидайымыз қырманда ашық жатыр деп, жаңбыр бұл маңға жаума деп өтініш айтады. Яғни көктемде жау деп өтінсе, күзде жаума деп балалар жаңбырдан өтінеді екен балалар. Жаңбыр жауса ел ырысы деген халық нақылын пайдаланып, өлеңдердің негізгі ойын түсіндіріңдер. Жаңбыр жауса ел ырысы өлеңдердің негізгі ойы жаңбырдың пайдасы туралы айтылады.